Қазақстан елін бірлік күнімен құттықтаймын. Қалай болып жатыр, иә? Енді Жасмин ғой ары қарай әңгіме, а? Кездесулер менің ойымша енді жақсы. Маған да ұнамай қалған моменттер бар енді. Қыз баласына менің ойымша кездесу 100% ұнаған сияқты. 60% ұнамаған. Онда Жасминнің өзінен сұрайық, иә? Шақырайық Жасминді, білейік 100% ұнапты ма екен кездесу? Жоқ па? Қош келдіңіз, Жасмин. Арқасы бар. Қалыңыз қалай, Жасмин? Жақсы, бәрі ең алдымен барлықтарыңызды мерекелеріңізбен құттықтаймын. Нұрсұлтан айтады, Жасминге біздің кездесулеріміз 100% ұнап жатыр, оған сенімдімін дейді. Олай емес екен, өзі де біледі. Бәсе. Ол орынды, бір жері ұнауы мүмкін, бір жерлері ұнамай қалуы мүмкін, иә? Ұнаған шақтардан бастаймыз ба, иә? Бірінші шақтардан. Қайда бардыңыздар, не істедіңіздер? Кеше негізі пикникқа шығу керек болғанбыз, өзі айтқан. Бірақ погода жел тұрып кетті, өйтіп кетті. Сосын онда матчқа бірге барайық деді. Сосын жарайды деп бірге бардық матчқа. Ол жақта қалай сізге көңіл күйін бөлді ма? Даладағы стадион болған шығар. Ол жерде жаңағыдай жылытуға тырысып, ыстық сусыныңызды алып келіп, үстіндегі кофтасын сізге жауып деген сияқты. Жоқ, ондай болған жоқ, бізде более откровенный разговорлар болды ғой. Кейбір жігіттер ұқсап андай ылжыңдап қыздың көңілінен шыққым келмейді ғой, мен шынайы боламын ғой. Шындықта тек қана көбінесе ащы шындық сияқты ғой, иә, Нұрсұлтандікі. Енді мен айта кетейін версиямды. Басында матчқа бардық. ФК Аяз деген командада ойнаймын. Сол сен де ойнайсың ба сол? Көрермен ретінде барған болатынмын, өйткені мен үшін футбол деген маңызды. Сол жерге шақырдым. Негізі незапланированно қыз баласын шақырған болатынмын. Енді шын айтсам, мен бір жағынан қыздың да көңілін түсіргім келмей, бір жағынан өзімде қызықтарымда өзімнің мақсатым үшін келіп тұрмын да, футбол мен үшін үлкен арман ол. Футбол қарап отырдым, сосын қыз баласы келді, қыз баласы қасыма отырды. Бір-екі әңгіме айтқаннан кейін қыздар да қаптап кетті, көп көрермендер. Осы қатысушы бәрі болды, трибунада отырдық, қарап, қол шапалақтап, жігіттер бөлек тұрды да. Жігіт жаққа кетіп қаламын, короче. Мен айтамын, қазір мен жігіттерге барып келейін деп, жігіттермен әңгімелесіп, балет ет, давай деп ше. Дос балалармен барып әңгімелесіп сөйтіп жүрген кезде жалпы Жасминнің сол кезде көңіл күйі түсіп қалыпты. Түріне қараймын, короче, түріне қарасам, кәдімгі түрі түсіп кеткен. Қасына келіп, не болды? Тыныштық па? Десем, кейін кетіп қалды маған. Көңіл білмейсің дейді сосын. Жоқ, ол кетіп қала берді постоянно. Біз Мұхаммедалидің үміткері бар, еще екеуміз қалып қойдық та. Қатысушылар өздері анда-мында жүрді. Аяулымнан сұрағам ғой үміткерінен. Саған неприятно болған жоқ па дегенмін, сосын айтты, жоқ, нормально дейді, бір кезде ол қасыма келеді. Маған да что-то неприятно болып жатыр дейді. Содан кейін қайтып келді, қасында отырды, сосын кейін бұл кісі спокойный болып қалды, өмірі спокойный болмайтын. Энергиямды алып алдың сен дейді ғой. Бүкіл энергиямды сол кезде Камила ханым, білмеймін енді. Мұхаммед екеуміз магазин жаққа барып, тамақтар алып, сушняк алып, сол заттарды алып келем дегенше енді примерно қанша общий санағанда 25-30 минуттай болып кетті. Келдік, бердім. Сөйтіп настроение жоқ, көңіл күйін көтердім. Мен до конца бір тырысқан сияқты болды. Шын сол кезде уже мен еще эфирден келдім. Не матчқа, не қызға дұрыс көңіл бөлмедім да. Энергиям таусылып, вообще настроение құрып, мен не істеймін, не матчты көре алмадым деп настроение түсіп кетті Камила ханым. Энергиям таусылды. И мен вообще сөйлеген деген жоқ, сөйлемей. Және сен оған қызды кінәлап? Қызды кінәлаған жоқ Камила ханым. И сол кезде кетіп қалдық бір кезде қыз. Камила ханым ренжіп кетіп қалды Камила ханым. Аяулым екеуміз бірге отырғанбыз ғой тоже. Бұл басында мен жанында отырды, одан кейін тұрып ар жаққа матч Шыңғыс барлығы матчты бүйтіп тұрып көрді да олар. Сол кезде тұрады да, қыздар, сендер что там қайта бересіңдер ма дейді. Сөйтіп қайтқыларың келіп тұрған жоқ па деп айтады да. Одан кейін ойланып қалдым да, сосын кейін қайтыңдар деп айтып тұр ғой, значит мен қайта беремін дедім. Мен білем ғой, эгоист екен, нарцисс екен, артынан келеді деген үміт те болған жоқ. Заттарымды алып кетіп қалғанмын. Сосын бір кезде Диана бар шартынан Диана деп Диананы жібереді маған. Көңіл күй түскен қыз, көңіл күй түсіп, менің де энергиям сорып жатыр да. Мен сол кезде тұрамын да Камила ханым бүйтіп айтамын, қараңыз. Манипулятор. Көңіл күйің түсіп жатса, саған егер қызық емес болса, сен önce үйіңе тыныштан қайта қой деген. Маған қызық болса сен жанында отырсың. Мен сен жанында отыра бермеймін ғой. Сен үйіңе қайта қоясың ғой дегенде қыз баласы бір қайт деп жатқан түсініп қапты да. Жұлқынып короче кетеді ғой. Жұлқынған жоқ, мен өтірік айтпа. Сен жұлқып болғанда арасында пауза болады енді, тайм-аут болады. Сол кезде бірге магазин барып келсеңдер. Жоқ, ол кезде қыз баласымен адамдардың ортасында бүйтіп қол ұстасып қойып, аха деп. Еще білесіңдер, ана жақта адам бізді таниды, білесің ғой, олардың өзін. Еще адамдар таниды, анау КН емес па, анау Қайрат Нұртас емес па деп айтады да маған. Сол маған ыңғайсыз да, содан кейін өзім тыныш очкиім киіп алдым да. Очкиім киіп алдым да, тыныш қана барып, тыныш қана келейінші дедім. Жасминнің алдында жаман ұялып отырмын бар ғой, жарайды. Аура Камила сол жерде андай болды. Аура өзгеріп кетті мен үшін ше. Мен шын айтсам Камила ханым вообще дым істегім келмей қалды. Сен қайта бересіңдер ау демесең, соңына дейін меніңше отыратын еді Жасмин, және үндемей қайтатын еді негізі. Иә, мен отырамын деп ойлағам, негізі отырдым да ғой. Қайта бересіңдер ма деген сияқты. Сол ғана мен нем болды. Иә, негізі Камила ханым, сен официально ойнап отырсың ғой ол жерде? Иә, қазір бұйыртса ойнаймын. Сен бұйыртса ойнайсың ғой ол жерде. Неде қолтық қасында отырған матчта жаңа самғат кемеңгерлер ұқсап жүрген ойнап жүрсе, менің командам деп қолдайды тұрады. Менің қасындағы таңдауың командасы деп қолдаған қалсың, сен кішкене көңіл бөліп жаңағындай жадам кетесіңдер ма деп жаңағыдай бір-екі рет билеттерін дәл солай болу керек, шығарып сала салмайсың ба енді? Бірақ шығарып салған моментте Камила ханым не болды айтсаң? Камила ханым шығарып салған моментте де бір мәселе болды бізде. Мен сосын Диананы жібердім ғой, Диана мен қыздың арты вообще Камила ханым ана пасуық маған манипуляция мына жақта тұр маған қыздардың. Кетіп қалады. И мен бүйтіп тұрамын трибунада қараймын ғой, өйтіп кетіп бара жатыр. Диана, пожалуйста, алып келші дедім. Айтамын, Диана, алып келші, пожалуйста, не істеп жатыр? Артынан жүгірейінші. Мен бардым, сосын бардым да көндіріп алып келдім үміткерді. Көндіріп алып келді да Камила ханым. Содан кейін кеттім, не үшін кетіп қалдым дедім.
түсіндірді. Сол матч бітті, соны қайтамыз деді, бәрі қайтты, короче. Настроение жоқ, қайтып баратыр. Мұхаммед такси шақырады, Камила ханым. Мен де тұрмын мына жақта. Тұрамын да Мұхаммед өзінің үміткерлерімен таксиге отырайын деп жатыр. Сол кезде тұрамын да такси шақырсай деймін ғой. Нұрсұлтан бүгін менің нервыммен ойнайын деді ғой деймін, иә? Сонымен қызға такси шақырсай дедің, иә? Алатындай болу керек деп ойлаймын енді. Менің білуімше негізі футбол көруге ол жақта вход тегін. Түсінікті енді Нұрсұлтан внимание бөлмегесін қатты ренішіңіз толып қалыпты. Айтып отырған да дұрыс, былайша айтқанда внимание дұрыс бөлмейсің, дұрыс үміткерді дұрыс күтпейсің деп жатыр ғой Камила ханым, иә. Біріншіден осы айта кетейін мен. Мен иә, үміткерді дұрыс күтпейтін шығармын. Мен зато үміткерді дұрыс бағытта апарамын. Ол бір. Егер де қыз баласына күту керек болатын болса, онша кафедегі официанттарға барсын, күтсін күшті. Сен қатысушы болып отырғаныңа бұйырса 1 жыл болады, және 1 жыл ішінде кезінде Нұрсұлтан былай істеген еді деп ауыз толтырып айтатын нәрсе жоқ, түсінесің ғой. Ол сенің материалдық жағдайыңа қатысты дүние емес. Иә. Ақша бар сенде. Бірақ, иә, Иә, сенің өзіңнің үйің бар, Иә. ата-анаңнан бөлек, кәдімгідей үйленгеннен кейін тұратын, сенің жұмысың бар, сенің ақшаң бар, сенде ниет жоқ деп те айта алмаймын. Яғни өзінің өзіндік бір ұстанымы бар сондай. Мен жаман болайын, сол кезде қыздар менің артынан жүгіреді деген ұстанымды ұстанған жігіт. Кездесуде адам бір-бірімен сөйлесіп, ең маңызды эмоция мен көңіл деп ойлаймын, Камила ханым. Жасмин саған неге мені ондай жаңағы тегін жерге алып бардың деп ренжіп отырған жоқ, неге гүлдерді сыйламайсың деген сияқты ондай реніштері жоқ. Өйткені Жасмин біледі кімді таңдап келгенін. Тек қана сол біртүрлі моменттер, жаңағы үйлеріңе қайта бересіңдер ау, такси шақырасың ба деген енді тым, иә, тым болып кетті, иә. Кеше өйтіп айтқан қыздар маған да керек емес, шын айтайын. Мен қызды шығын ретінде көрмеймін, мен қызды өзімнің мақсатыма бару деген жол ретінде көремін, болды. Мен қалтамнан шығын шығаратын қыз. Бірақ қазір шығын туралы емес қой әңгіме. Иә. Еркек өзін еркек болып сақтау керек. Мына жақта қалып емес, Нұрсұлтан қараш, сенің бәлкім мен шын айтамын, соңғы кездері Нұрсұлтанның сөзінде кәдімгідей жаны бар екен деп жүрмін, өйткені белгілі бір ситуациялардың куәгері болып жүрмін да, яғни қыздар расымен де жақсы жігіттерді таңдамайды. Міне осындай Нұрсұлтан сияқты немесе жаңағы бір белгілі бір қауіп көріп тұрған кезде сондай жігіттерді таңдайды. Бірақ кез келген дүниенің балансы болу керек. Және үйлеріңе қайта бересіңдер ау деген сұрақ ол баланстан шығып кету, яғни бұл тым шектен шығу. Түсінесің бе Нұрсұлтан? Иә, ол сенің таңдауың, сен солай өмір сүруіңе болады. Бірақ қатты сондай сыйластықтың жоқтығын көрсетпеші деп өтінемін енді. Иә, кімге сен шынымен жақсы көретін болсаң, сені білеміз ғой. Сен ғашық болсаң, жердің түбіне түсіп кетсе де сен тауып беретін адамдардың бірісің. Просто сенің жүрегің ашылмай жатыр да. Енді саған қандай қыздар керек, айтшы. Мен мына жерде түсінбей отырмын, Нұрсұлтан неге бәрін қарсы шығып жатсыңдар. Просто ол сұрап отырған нәрсесі қазіргі уақытта қыз баланың энергетикасы. Айтып тұр ғой, как есть. Мен энергиямды сорып алды, содан кейін барып тұр жасап алды деген сияқты. Ол магазинге барып таттының өзін алып келген Нұрсұқа бола ол вау деген нәрсе ғой. Почему сендер қазіргі уақытта Нұрсұқты қатты басып жатсыңдар жан-жақтан? И мына жерде былай айтып, что такое? Не, говори. Просто мынандай нәрсе, ер адам жасау үшін қыз бала энергия беру керек. Қыз баланы да күшті настроениемен отыру керек. Соны жеткізгісі. Он хочет это донести. Просто айтып жатыр, отырған жерде настроение болмаған соң қайтып кетесің ба деп айтқан себебі сол болып тұр мына жерде. Мен бұл кісіге бардым, мен настроением күшті болды. Маған шын айтамын, неважно где, главное с ним. Вот. И одан кейін басталды, то есть ол шығып кетуі басталды. Ол не только момент, когда ол Мұхаммед Алимен бірге магазинге шығып кетті, ол момент қана емес, просто ол жерде болған адамдар біледі. Мысалы Диана болдыңыз, иә, сіз часто мен қасында болған жоқ ол кісі. Нұрсұлтанға Әселдің сөзі жағып отыр, майдай. Өте жарасты өзіңізге, әдемі би шықты, рахмет өнерлеріңіз үшін. Естейтін болдық, жалғастыратын шығармыз, е, Нұрсұлтан? Өзіңнің шешімің не болды сонша көзбен аттың ғой? Жалғастырайық, иә, деген дүниеге де назар аударыңызшы, өтініш, иә. Нұрсұлтан, келесі жолы жаңағы болған оқылықтардың орнын толтырасың деген сенімдемін. Әзірге шығарып салып жасын, иә?